Сенің ағзаңа папиллома шығып кетті деген сөз, бұл сенің ағзаң қатты зақымданып, ағзаңның саған беріп жатқан күрделі сигналы деп қабылдаңыз. Себебі бұл кезде нақты осы үш себептен адам ағзасы қатты зақымданады. Сол үш себепті айтып кетейін. Біріншісі, бұл сіздің иммундық жүйеңіз төменге түсіп кеткендіктен. Екінші, сіздің ағзаңыздағы ас қорыту жүйесі, соның ішінде бауыр мен ішектің жұмыс жасау функциясы нашарлаған кезде. Үшіншісі, бұл қалқанша без жұмыс жасау функциясы нашарлаған кезде пайда болады. Себебі қалқанша без гормондарды дұрыс түзе алмай қалады. Папилломаны емдемес бұрын бірінші нақты неден пайда болып тұрған себебін анықтап барып емдеген кезде жақсы нәтиже болады. Дұрыс емді анықтау, дұрыс диагноз қою ол емнің жартысы болып саналады. Егер сіздің ағзаңызда папиллома қаптап кетсе, біздің диагностикалық аппараттан диагностиканы өту арқылы сіз ағзаңыздағы мәселені дәл анықтап 40 түрлі анализ қорытындысын алып талдатып кетсеңіздер болады. Толыққанды ақпарат үшін төменгі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз.